Жалпы малайзиялықтар Қытай халқымен өте тығыз қарым-қатынас екен. Малайзияның 30% Қытай елінің азаматтары, олардың ата-бабалары барлық ошақта дүниеге келген екен. Сонда 1958 жылдан бастап Қытай халқы ошаққа көшіп келген екен, бизнес жасаймыз деп. Содан бері олар ошақтың тұрғылықты өздерінің азаматы болып саналады екен. Жаңағы дәстүрлері өздерінің. Мынандай Гонконгқа, Шанхайға барсаң көп көретін шығарсың. Бірақ Малайзияның да осындай бір тауында орналасқан керемет бар екен, өздерінің обычайларын жасап отыр кісілер. Қазір мына жерде екінші этажын көрсем, ана біреулер вообще күшті сияқты, қызық. Ниет бір дегенде Цайоңжоңмаң лемоң дейса Тейшоудың ғондай лемоңда Цейшіңдіңдің лампо дейшажаңға деп ол не Қытайша түсіндіріп тастаған. Өздерінің құдайлар екен, бұлай жасайды екен. Ассалаумағалейкум қадірлаған қымбатты достар, біз Малайзия еліндеміз. Бізді өзіміздің елдегідей күтіп алған осы жердегі екі азаматшамен таныстырғым келеді. Мына кісі Данияр мырза, мына кісі ол кісінің жұбайы Айдана ханым. Егер де Малайзияға ұшып келіп жатсаңыздар, визаға байланысты, турға байланысты, жалпы елге байланысты сұрақтарыңыз болса, осы екі азаматқа хабарлассаңыздар болады. Өздерінің осындай күшті мейрамханалары бар екен. Малайзияның дәл ортасында Астана деп аталады. Таке, рахмет сіздерге. Көп рахмет көңілдеріңізге, ниеттеріңізге. Жұмыстарыңызға